Ассалаумағалейкум. Бүгін аудан әкімшілігінде бір жақсы үлкен жиын болмақшы. Ауыл шаруашылығына байланысты ауданнан, облыстан, жалпы ауыл шаруашылығына байланысты басшылар, мамандар жиналып, жалпы мемлекеттің қаншалықты қазіргі мүмкіншіліктері бар, ауыл шаруашылығына беріліп жатқан қандай жеңілдіктер бар, қандай қолдаулар бар, соның барлығын жете түсіндіріп айтып бермекші. Ал бисмилля. Бұйырса сол жиынға қатысып өзімізге керекті мағлұматты алып қалмақшымыз. Көреміз, бұйырса бисмилля деп кірейік. Мынандай техникаларды әкімшіліктің алдына әкеліп қойған. Енді осылардың қалай берілуі, жеңілдіктері, жаңағы неге шаруашылықтарға соны айтатын болар. Енді осыларды әкеліп дәлел ретінде қойған шығар. Жақсы техникалар екен. Мынау құтта қандай мынау? Қора қопсыға өледі екен, ішіне кіріп кетуге. Мынау құттай трактор шөп шабуға. Мына трактор қанша тұрады? Мына қанша екенін білесіздер ме? Bunu adam kelecek. Raygül kayda gene el gördün mü? Bir zıvandayım ben. Мына трактор қанша тұрады? Нормально земсалик болса. Мыналар сөйлеспейді екен. 9 milyon. 9 миллион? 9 миллион 700. Мына 9 миллион 700 теңге. Еще субсидиясы бар. Субсидия қалай? 2 миллион 250. Бұлардың объемы қандай сонда? 3 цилиндр ма мынау? Жоқ, 4 цилиндр, 50 ваттың күші. Кассилканы спокойно сөйлей алады. Двухбруска, трехбруска. Престада қосып көруге болады. Но по-разному. Преске қиындау. Пресстің брендіне байланысты. Кейбір кішкентай пресстер бар, тартады. Үлкен жердің қиындау. Ал, бисмилля. Кірдік жиналысқа. Мобильді суару жүйелерді, астық кептікіштерді, жаңадан қосылатын жаңа нысан автокөлік, пикап автокөлік. Осы бағдарлама бойынша мөлшерлемесі 12,6%, лизингтің мерзімі 10 жылға дейін, жаңағыдай қамтамасыз ешқандай керек емес. Ал, жиналыстан шықтық. Бір өте қатты енді ұзақ емес, бір сағаттық жиналыс болды. Бір сағаттан астам ба, жақсы бір түсінікті айтылды, түсінген адамға. Қазіргі енді мемлекеттің қолдауы, мүмкіншіліктері, жалпы солардың барлығы түсінікті айтылды әр салада. Қазір енді менің түсінгенім, мемлекетте береке, игілік, жайлау деген бағдарламалар болып жатыр екен. Өте былай айтқанда тамаша. Береке мен игілік қазір жұмыс жасап тұр екен. Жайлау енді осы келесі жылдың келесі жарты жылдықта қосылады екен жалпы. Береке мен игілік біреу егін шаруашылығына, біреу мал шаруашылығына беріліп жатыр екен. Бірақ олар кішкене нелер ірі шаруашылықтарға сияқты, себебі мал шаруашылығына бергенмен ол малды шетелден әкелу керек екен. Шетелден әкелу керек, асыл тұқымды мал болу керек, және оның субсидиялары бар. Сосын миллионнан миллиардқа дейін ошым көмек, ағыл-тегіл көмек берейін деп тұр енді, егер ала алатын адамға, мүмкіншілігі бар адамға. Одан кейін жаңағы егін шаруашылығы, енді егін шаруашылығы кішкене біздерге аудан, Байғайын ауданына қолайсыздау екен. Қолайсыз болғанда Байғайынның ауданының жерінің бәрі жайылымдық жерге өтіп кеткен екен. Егістік жер деген мүлдем жоқ, барлығы жайылым жер. Егер егін екін келсе, кез келген жерге барып, жыртып егінді еге алмайды екенсің, менің естуім бойынша. Оны арнайы сол облыста жерді тексеретін сондай бір мекеме бар екен, соның құнарлығын тексереді. Жалпы сол егіндікке жарамды ма, жарамсыз ба, соның барлығын тексеріп, саған анықтап, рұқсатын беріп, әрине ақылы. Содан кейін барып кіріседі екенсің егіндікке. Сәл сондай қиыншылықтары бар екен. Бірақ енді бәрібір де беріліп тұрған мүмкіндік, ұмтылып алам деген адамға қалай болғанда да беріліп тұр. Одан кейін шамалы қолы қысқа әлі енді дамушы біз сияқты шаруашылықтарға жайлау деген бағдарлама өте тиімді болатын сияқты. Неге десең, сол жаңағы мал алуға жаңа шетелден алмайсың, Қазақстанның кез келген жерінен ала аласың. Содан кейін
жаңағы оған да берілетін мөлшерлері көп, 6%бен береді жеңілдікпен. Жалпы 25,5% екен, соның енді қалған үкімет өзі субсидиялап беретін болып тұр ғой, 6%бен беріп тұр. Өте былайша айтқанда үлкен жеңілдік. Содан кейін енді жаңағы құдық қазуына да не бар екен, 50-50, в общем 50%-ін үкімет төлеп береді субсидиялап, 50%-ын скважинаның. Бірақ енді дегенмен сәл оның да қиыншылықтары бар екен. Біздің облыста лицензиясы бар, арнайы құдық қазатын адам почти жоқ деп естідім осы жиналыста. Ода лицензия болу керек, бір 3 түрлі лицензия болу керек екен. Соның енді барлығы маңызды ғой. Ана қазатын адам, в общем, жаңағы жердің бедерін, жаңағы жердің астының құрылымын біліп келу керек екен. Су мына жерде бар, мына жерде жоқ. Мен мына жерде қазып көрейін, су шығарып көрейін, болмаса ана жерден қазып көремін деген ондай болмау керек екен. Бірақ енді ода дұрыс шығар. Мен бірде сол өзімнің жеріме скважина қаздырып, ол жерден не шықпай қалып, су шықпай қалып, 84 метрден ба, 90 метрден ба су шығара алмай қалып, ар жағына ол скважинаны қазатын құрылғы әлі жетпей қалып, сөйтіп ақшамның күйіп кеткені бар жалпы. Сондықтан анау нақты болу керек екені дұрыс шығар. Бірақ бір қиын жері, біздің Ақтөбе облысында ондай лицензиясы бар адамдар жоқ екен, енді солай естідім. Сондай жалпы үкіметтен көмек болып жатыр екен. Бұйырса алатын адамға, жұмыс жасаймын деген адамға енді үлкен мүмкіндік деп ойлаймын жалпы.